Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қазақтың ұлттық тағамы, ұлттық десертіміз жентті дайындайтын боламыз. Мен сіздерге жент дайындауда екі түрлі әдісті көрсетемін, және де өзімнің лайфхактарымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бірінші әдіс бойынша біз классикалық жент дайындаймыз. Ол үшін бізге тарының талқаны, қант ұнтағы қажет. Мен қант ұнтағын өзім қантты блендерден өткізіп жасап алдым. Немесе кәдімгі қантты қоссаңыздар да болады. Және де бөлме температурасында еріген сары май қажет. Тарыны мен дүкеннен сатып алып, жуып, тазалап, кептіріп, блендерден өткізіп талқан жасап алдым өзім. Немесе сіздер олай жасамаймын десеңіздер, дүкеннен дайын талқанды сатып алуға болады. Барлығын қосып, қантты майды қосып, әдемілеп араластырып, формаға саламыз. Ыдысымызға салып, үстінен кішкене қасықтың көмегімен басып тегістейміз. Және де тоңазытқышқа 1 сағатқа қату үшін салып қоямыз. Енді екінші әдіс бойынша жент дайындаймыз. Ол үшін бізге тарының талқаны, қант ұнтағы, сары май және печенье керек. Кез келген печенье, осындай сливочный печеньені блендерден өткізіп езіп аламыз. Талқанның үстіне қосамыз барлық ингредиенттерді. Дәл жаңағыдай сосын араластырамыз, біркелкі масса етіп. Печенье қоссаңыздар да жент өте дәмді болып шығады. Дастарханда әдемі болып тұру үшін біз жентті домалақтап, кокос ұнтағына аунатып аламыз. Немесе кокос ұнтағы болмаса, жаңғақты блендерден өткізіп, майдалап, жаңғаққа да аунатып алсақ, өте әдемі болып шығады, дастарханда әдемі болып тұрады. Жент қату үшін 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Міне достар, біздің бірінші әдіс бойынша жасаған жентіміз дайын болды. Жентті бірден кеспейміз, кішкене 5 минутқа үстелдің үстіне қоя тұрамыз. Содан кейін ғана өзімізге қажетті форма бойынша кесіп аламыз. Қараңыздар, өте әдемі. Мен сіздерге екі түрлі әдісін көрсеттім. Жаңағы домалақ жентті кез келген жаңғақтың ұнтақтап жаңғаққа аунатуға болады. Немесе өзіңізге ұнайтын шоколад ұнтақтарына да аунатуға болады. Және де түрлі түсті кокос ұнтақтары бар, оған да аунатсаңыздар өте әдемі болып тұрады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте көп рецепттер болады. Сіздермен бірге болған Мөлдір. Сау болыңыздар.